Давай, çıkalım da be. Ya yok. Біздің жігіттер ғой, біздің жігіттер. Жанып тұрған үміттер. Ма. Албар бөгет, тәуіш. Малярия, дизентерия, холера, брюшной тиф, гепатит, паратиф, тағы басқа вирусты жұқпалы аурулар осы су тасқынымен бірге тарауы мүмкін дейді. Санитарлы эпидемиологиялық хабарлау бойынша деп сообщение келуде. Яғни бұл фейк болуы да мүмкін, өйткені эпидемиологтардың өздерінің айтуы бойынша сулар таза, яғни тексеріліп отыр, ешқандай ауру жоқ дейді суларда. Жалпы әлем бойынша келетін болсақ, осы 14 жылдың ішінде 20 шақты су апаттар болған екен. Үлкен соның ішінде 2010 жылы Пәкістанда осы ауру тарауы бойынша 2 миллион адам зардап шегіп, соның ішінде қайтыс болғандар да бар екен. Іш ауруы, тасқа ауруы деген сияқты. Бангладеште де болған 2007 жылы су тасқыны кезінде көптеген аурулар тарап, сонымен бірге 2021 жылы Африка Судан мемлекетінде ерекше бір ауру да пайда болған екен, сол су тасқыны кезінде. Жалпы елімізге келетін болсақ, енді көріп отырмыз, қазір су тасқыны барлық жерде шайып жатыр. Зираттар болсын, қорымдар болсын, малдың өлексесі болсын, туалет болсын, қай жағынан болсын, су тасқыны қазір барлық жерде жетіп жатыр. Тарап. Сондықтан енді не дегенмен крандағы су болсын, ауыз су болсын, ауру тарауы мүмкін. Сондықтан денсаулық сақтау министрлігінің айтуы бойынша бөтелкедегі суды ішу керек, немесе қайнаған су ішу керек дейді, ауру тарамас үшін әзірше. Сондықтан енді елімізге, жерімізге сіңімді болсын, су тасқыны келіп жатқан елімізге берекелі болсын. Әумин деп қойыңыздар. Рахмет, давайте аман болайық.